Ташкент облысы Өзбекстандағы ауыл шаруашылығы жақсы дамыған өңірлердің бірі. Мұнда бау-бақша, жүзім шаруашылығы, көкөніс пен жеміс өсіру кеңінен жолға қойылған. Құнарлы жер мен қолайлы климат шаруалардың мол өнім алуына мүмкіндік береді. Біз тұрған жер Ферғана аңғарыда жүзім плантациясы дамыған Паркент ауданында емес. Бұл жай ғана Ташкент облысының Жоғары Шыршық ауданындағы Тоқымбай елі. Қазіргі Нұрлы жол ауылдық азаматтар жиынындағы табиғаттың бергенін баптап, берекесін арттырып жүрген өзіміздің бауырымыз Хамит аға Есенқұловтың бағы. Мұнда бір ғана бұтақтың өзінен 5-6 түрлі жүзім сұрпы жайқалып өсіп пісіп тұр. Ал 4 сотықты 25-тен астам көптеген дамыған елдердегі жүзім сұрыптары алып келіп, осы жерге жергіліктендіріп, айналада халыққа да сол жүзімді өсіру қыр-сырлары үйретілуде. Ауыл шаруашылығының ажыралмас бір бөлігі болып келген мынау жүзім плантациясына қызығушылық өте жоғары. Біздің елімізде де бұл өте жақсы дамыған. Ал сіздің қызығушылығыңыз осы тармаққа, осы салаға, жүзімге қалай пайда болды? Өзі жастық шағымнан жүзім жақсы көріп едім. Енді қызығу интернеттен болды аслында. Интернетте шетелдің жаңа сорттарын көріп, қызығушылық артты. Кейін міне жүзім ектім. Жүзімнің барлығы прививка болғанда өзі. Бұлар бесін жүзімдерді Винни, Құсайын, Ризамат деген сорттардың. Солардан анаяқтан аудаларын алып келіп, пайванд қылдық та. Әрекет қылса барлық жерде болар екен. Мен ойлар едім, Ташкентте жүзім болмайды деді. Өте күшті шығар екен бұл жерде. Енді базарға барсаң, әдем жүзімдерді көресің шетелден. Содан мен де жүзім қыламын деп, ниет қылдым да ниет қылып бәріне жетіп отырмыз. Сіздің жалпы өзіңіздің бақшаңызға алып келген алғашқы сұрып қалай болды? Алдын Құсайны деген көшет алдым. Ризамат, 3-4 түрлі алып ектім. Кемде салып отырыпты мынау Құсайын әдемі болып тұр. Салды. Тағы қандай сұрыптар алып келдіңіз қазір? Кейін Самарқаннан Суғдияна деген сорт әкелдік. Бұл өзі дәнегі болмайды бұның. Сол жылы ғой, алғаш бастаған жылы алып келгеніңіз. Міне, дәнегі болмайды. Мейізге өте күшті. Бастапқы отырғызған кезде оны қалай баптау керек, қалай отырғызу керек деген Оның агротехникасын ұстаздарым бар енді. Алтарықтан телефон қып тұрам, не керек. Күзде обработка беру керек. Болмаса касалдың 80% күзде не қылады да бұл. Отырғызудың өзінің қандай бір ерекшеліктері бар ма? Бір мәлімет орнында біздің көрермендерге де айтып өтейік. Өзі жүзімді күзде отырғызу керек та. Ноябрьде қараша айында ұйқыға кіргенде отырса, бізде асылда көктемде отырған қиын болады өсу. Күзде отырсаңыз тамырату қиын болады. Күзде еккеннен кейін оған гөң салып егесіз қой. Тамырлары жайғасып қалады да көктемге шейін. Өзі 1,5 жыл көктемге жүзімнен ертеді. Әрі ерте піседі, ерте өседі. Қымбатты достар, мінекей біздің кейіпкеріміздің айтуы бойынша бұл кісіде ешқандай бір тұрақты бапкер болмаған. Бұл кісі өзі жаңағы интернеттен емін еркін өсірудің қыр-сырларын үйренген. Демек, қараша айында отырғызса әлде қайда тиімді. Көктемде де болады негізі, бірақ күз айларында отырғызу көшеттерін өте тамырлар жайғасады да өзінен. Кейін тез өседі, ерте өседі. Кейін кеселім көп болмайды. Көктемде енді күн ыстық болады уже. Уянып қалады. Күннің шуағын бойына сіңіріп, жердің нәрін алған жүзімнің әр түйірі маңдай тердің жемісі. Бұл алқапта табиғат пен адам еңбегі үндесіп, берекелі өнімге айналған. Кейіпкеріміз осы машаққаты мол еңбектің үдесінен шығып, бүгін аузы аққа тиіп, айналасына үлгі болуда. 2 жылдан бері жүзіммен айналысып жатыр Хамит'ім. Өзі кішкене кезінен қызыққан бұл жүзімге. Жүзімді Самарқаннан, Алтарықтан, сүйелерден әкеп қондырады. Жүзімнің 25 түрі бар. Көп адамдарға улап берді. Мен өзіме 5 түрлі жүзім улап берген. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
болот.
жүзүмдө ойдун деген касалдары бар. Соған күзде ана исо деген дары бар. Даярланады. Алтын кауыттан. Соны күзде шашып койса, или медный купорус бар. Бордо сүйүктүгү дейди. Со экөөнүн күзде 1 жыл исо шашу керек. 1 жыл бордо сүйүктүгү бизди устаздар үйрөткөн. Соны күзде шашып койса, 80% үчү касал жоголат да. Күзде агротехниканы зор кылуу керек дарылеп. Көктемде алгачкы жемистериңиз кайсы сорттардан болду? Осы бауда 8 сөтүк бауда 80 жүзүм бар. Соның 90%-ын биз будандастырганбыз да. Өз асында булар кусайын болгон, эми кусайын 2 жылдан неге айланды. Аватар болуп калды да энди. Мандроп дейди го, американский мандроп. Мына жерден пайванд кылганбыз, мына жерден. Мына жерден пайванд кылынган, өз биринен пайванд кылынган жерлер. Осуну 2 сурукка байланган, одан кийин өскөн, мына осылай өсүп чыгады го. Сол тийимдирээк ба сизге сонда? Осы тийимди. Эрте писет, мисалы, көшет дегетин болсаң, 4 жыл күтөсүң. Буну 2 жылда осундай хасыл берет. Осы 2 жыл болду улаганыма. Онун будандастыруудун да өзүнүн жаңа сырлары бар эмеспи? Сырлары бар анын. Азыр мисалы мынанын буунуна мына өскенде мына көк ноуда, осунауда мисалы өсөдө, мынаган кара ноуда уланат да, сонда ол 1 жыл не берет. Жемис берет. Жемис берет. Кийинки жыл уже полный салады өсөт. Хамит ага, мына сизде дерлик 3 жылдык тажрыйбе бар. Сол 3 жылдык тажрыйбеде жеткен жетистигиңиз, сиздин натыйжеңиз калай болуп жатыр? 3 жылдан бери осы жүзүмдүн баарын пайванд кылып енді көгөрүп атыр го енді. Енді мына енді быйыл нишана хасылдар берип атыр алы. Кийинчерээк одан да күчтүү болот го енді. Демек сиздин 3 жылдык натыйжеңиз 25 түрлүү жүзүм сұрыптерин өзүңүздүн алып келдиңиз. Бул маникюр фингер, бул японский сорт. Биринчи мына жер бармак не дейди? Мына 3 таман кызарады го маникюрге окшоп. Кып-кызыл болот, кийин полный кызарат. Бул качан писеди бул? Бул күздө писеди, сентябрда. Сентябрь айларында писеди. Бул кечки жүзүм. Ал мына думалагы бол кандай ерекше экен? Бул мой хат дейди, менин юрагым деген сорт. Ол кайсы элден келген? Японияныкы. Өтө дамды, лекин фруктовый дамы бар. Демек мына артымыздагы 3 түп жүзүмдүн өзүндө 5 түрлүү сорт бар. Керемет. А мына кандай сорт? Бул Американын ламбардини деген кишмиш бул. Ак болду, данеги жок, мейиз кыса да болду. Жеседе дамды, енді бұның данеги сүйегі жок го бунун. Адем. Бул качан писеди? Бул сентябрда писеди. Бул жагы. Азыр енді дам кирген го, дам киргени менен енді толук пискен кезде сол күз айларында. Майламаганда эле шекер. Мыналар енді маникюр фингерлер го. Бул өзү жакшы хасыл берген. Мына 1 жылгы пайвандтан кийин мына будаласы, былтыр будаласкан, бирine саган карак. Адем саган. Есенқұловтар әулетінің әрбір мүшесі еңбек сүйгіш жандар. Өйткені бүгін есік алдындағы жерді тиімді пайдаланып жатқан әулет көпке үлгі. Олардың ерен еңбегіне бүгін ел куә. Нұрлы жол ауылы диқаншылық пен шаруашылық бейімделген. Міне ауылымызда барлығы өз огородтарынан нәтижелі пайдаланып жатыр. Соның сабында мына Есенқұловтар әулеті бауды жолға қойған жүзімдер, сабдалылар жетістіріп шығарып жатыр. Өзінің үйіндегі тамарқасынан нәтиже көріп, осындай жемістерді халықтың дастарханына тарту етуде. Жалпы әлемдік деңгейде ауыл шаруашылығы дамыған елдерде жүзім 8000 жыл бұрын жергіліктендірілгені дәлелденген болса, содан осы уақытқа дейін 10 мыңнан астам жүзім сұрпы өсіріледі. Соның 200-ге жуығы еліміз Өзбекстанда бар. Ал біз тұрған мынау жай ғана Хамит ағаның бағында, 4 сөтік бағында сол жүзім сұрыптарының 25-ден астам түрі сұрыптары өсірілуде. Жалпы маман ретінде айта аласыз ба, бір түп жүзімнен немесе бір сотық жердегі жақсы өсетін болса, бір қолданыстағы жүзімнен қанша бір өнім алуға болады? 300 алса болады енді жайына. 300 килограмм. Бұлар маникюр фингерлер, со Япониянікі. Хасылы зор екен да бұның. Мені көп берер екен. Мына пісейін деген, піскен автосында реңе кіреді. Ал мынау ағарып тұрған? Бұл өзіміздің Құсайыны дәм өте дәмді. Бір түптен қараң неше түп бар. Мынау 4 түрлі бір жүзім бар. Демек бір түпте, бір түп жүзім ағашында
4 түрлі сұрып бар. Сорт бар. Мынау Американың Арра деген компанияның жүзімі. Ара 15 дейді бұны. Атак Арарат деп айтады бірақ. Несейді. Бұның дәнегі жоқ. Бұл бірінші жылы. Бұны будандастырғаннан, биыл будандастырған ғой мына жерде. Қасыл жақсы берді. Бір жылдың өзінде осындай. Былтыр уланған, биылына қасыл берді. Жапониядан алып келінген сұрып. Маникюр фингер дейді бұны. Маникюр фингер деген. Мына үш жағынан қызарып, жоғары қарай. Сөйтіп маникюр дейді бұны. Демек бұл жерде күн нұрына көбірек тойынғаннан, күн сәулесі көбірек түсетін болғандықтан, бұл сұрып қатар егілгенмен дерлік пісуге шақ қалған, е? Рет лоп. Бұл кеш жүзі қоянды, кеш пісетін, әдемі болып піседі. Міне піскенімдерді біреу пісіпті міне. Қап-қара әдемі болып піседі міне піскенде. Көрдіңіз бе? Үлкен екен бұл, е? Осы ғой енді бұлар піскені де енді. Біраз пісіп, қап-қара пісер екен. Бұлар биыл енді нишана көрсетті. Былтыр будандастырғасыз, Иә. бір жылдың ішінде жеміске келген. Кислиманы пісіп қатына. Кішкене қышқылдау, бірақ дәм бар. Шекер жемаған ғой. Ал мынау жаңағы Маникюр фингер барлығы. көрфингер жаңағы. Сол сұрыптан сіз көбірек еккен екенсіз Иә, ғой? бұл қасылы көп екен, аватардың біреуін еккен емдерге бұд. Сот. Былтырғы. Қайған. Ламборджини кішкене, анау аватар. Еңбекті өмірінің тірегіне айналдырған бұл отбасы 6 қыз тәрбиелеп өсірді. Ата-ананың маңдай терімен тәрбиесі қыздарының өнегелі өміріне жол ашқан басты құндылық. Осы семьяның бір еркетай қызымын. Мен кішкентай кезімнен әпшелерімнің, әке-шешеммен бірге семейный жанұямызбен осы малина тергенін көргенмін. Одан кейін әкем ойлана бастады, одан үйімізді бір бауқып тастаймыз деді. Неге? Үлкен әпшем ұзатылғаннан кейін неберелер келеді ғой. Мен өзімнің атам үйінде жүзімі көп болатын еді. Жүзімді сатыға шығып бізге беретін еді. Біз маза қылатын едік. Әкем соны көргеннен кейін анам екеуі маслахаттасып, әулімізді полный бау қылды. Бау жасап, сол баудан неберелерім келсе, неберелеріме бауға айландырып әкелемін деген ниетпен басталды осы жұмыс. Түрлі түсті әнжір да бар еді, хурма, ең сортты. Оны өзіміздің базарлардан емес, Самарқандқа барып көшеттерін, күйеу балдарын ертіп алып кеп жүрді. И барлық қыздарының үйінде, біздің әпшелерімнің барлығының үйінде қазір сол сорты өзгеше, бірам жесеңіз маза істейтін жемістер бар. Барлығымыздың үйімізде. Кімнің үйінде жүзім болса, ол просто жүзімнің өзіні қоймайды да, бір жүзімнің өзіне 2-3 түрлі жүзімдер лап тастайды да. Әкем осы атамның жолын қуып, еңбекқор болды. Көріп тұрғандарыңыздай осындай есігіміздің алдында бос жайымыз жоқ. Әкем қай жерде не болса егін егеді, гүл егеді. Бірінші диқаншылығына өзі әкем малинадан бастаған. Малина егіп, малинаның несіменен бізді осыншалықты оқытып, осы дәрежеге жеткізген. Кейін малинадан кейін әкем осы парникпенен айланысып, бірінші еккені лимон болған. Лимонмен айналысып, лимоннан жақсы пайда көрді. Әкем жар жақты көрейін деп жүзім екті қазіргі күнде. Жүзімнің бір бұтақтан әр түрлі өніміні көріп жатыр. Анамам өте бейнеткеш. Әке-шешем өз бір-бірін толтырып жүреді. Бізді де сөйтіп бейнетпен кәтті қылды ма, біз де барған жерімізді бейнет қылып, бос отырамаймыз да. Қазір міне өзіміз көпшілікпіз, барлығы жұмыста. Қыздардың бәрін оқытты, үйретті. Құдайға шүкір. Біздің ата-енелерімізді мен әке-шешемнен риза. Айланып, көріп, маза қылады да, огородымызға кірген адамның өзі маза қылады. Теплицамыздағы жүзімдерді, жүзім бауы немесе жемістердің бауы емес, бір мұражай деуге болады да. Келсеңіз, өзіңіз көрмеген, дәмін сезбеген жүзімдерді көріп кетесіз. Көп жерде жоқ. Соның бәрі біздің Тоқымбай ауылымыз, Нұрлыжол ауылымызда жатыр. Әкешім не только бейнеткеш деп айта аламын. Біз 6 қызбыз. 6 қызды да бірдей сондай еркелейді. И неберелері келсе барыны береді ғой. Сондай бейнеткеш, мейірбан әкем барлығынан мұңман құрсамбыз да. Бақыттымыз.
Мол өнім маңдай тердің, ұқыпты еңбектің және жерге деген жанашырлықтың нәтижесі. Жүзім алқабындағы бүгінгі береке шаруаның тынымсыз еңбегінің жемісі. Еңбек бар жерде береке бар, ал берекелі жердің әр шоқ жүзімі соның дәлелі. Жақсылап қарасаңдар, барлығы нәрсе болар екен. Міне жүзім ектік, міне Алла міне көрді барлығы халыққа. Жақсы барлығына көшеттерінен осы жүзімдерді беріп тұрамыз енді барлығына. Әрекет болса барлығы жақсы болар екен. Екі қолға әрқашан бір жұмыс табылады. Біз еш уақыт бұл жерде жүзім болмайды дегенде болар екен жүзімде. Просто әрекет керек, қызығу керек. Еңбек етсең ерінбей, тояды қардың тіленбей дегенде осылай барлығы нәрсе еңбектің арқасынан болар екен. Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауыры. Туып өстім сенде есейдім, алаулатып жастық жалыны. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымның. Гүліндей жайнап асырса бойна еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Қайда жүрсем естен кетпейсің, көңілімде менің көктейсің. Бір жалын бар бойда сен жаққан, жүрегімде мәңгі өшпейтін. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымның. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Өзен көлің тауың орманым, бәрі де менің арманым. Айналайын туған ауылым, осы әнімді саған арнадым. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі асырса бойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса бойнап еркелеп өскен